Ассалаумағалейкум, құрметті халайық. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі каналда мен желтоқсан желі деген әніне бейне ролик жасаймын, бейне сабақ. Мүмкіндік болса, бір сабақты бітіреміз, уақытқа қарай енді. Егер сыймай жататын болса, онда екі сабақ қып жасайтын боламыз. Ең алдымен бейне сабақ бастамас бұрын сіздерден сұрарым. Қазір көріп отырсыздар ғой, астында қызыл кнопка бар, подписаться деген. Соны басып, тіркеліп кетіңіз. Өйткені менде көп бейнероликтер шығады. Сол бейнероликтің ішінде күй бар, ескі әндер бар. Соған қатысты бүкіл мен әндерге, күйлерге, жағдайыма байланысты, мүмкіндікке байланысты мен бейнеролик шығарып отыратын боламын. Ондай болатын болса, каналыма тіркеліп кет, колокольчик бас, ал біз сабағымызды бастаймыз. Ең стандартный түрі желтоқсан желі әнінің. Бұл соль нотасына аяқталатын жер. Яғни осылай. Асты ашық, үсті төртінші пернеде. Перне жайлы қысқаша айтып өтейін. Егер перне жайлы тағы да сұрақтар туып жатса, егер жазыңыздар комментарийге, арнайы сабақ жазатын, арнайы сабақ шығарам. Перне, яғни мына клеткалары, бұны перне дейді біздің домбыра тілінде. Әрбір клетканың әрбірінің өзінің нөмірі бар. Мына мысалы 0. Кейбір домбыра жүргізетін адамдарда бұл пернені 1 деп белгілейді. Менің сабағымда, менің әдісімде бұл бізде 0-ші перне болып саналады. Әрі қарай 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші деп кете береді. Дәл солай үстіңгі шақ 0, 1, 2, 3, 4. Және 2 шек бар, астыңғы үстіңгі шектен бар. Сабақ барысында осы пернемен айтып отырамын. Пернені тілмен 2-шіні басасын, 3-шіні басасын деп соған орай әзірден бірден жаттап алыңыздар. 0-ші перне, 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп кетеді. Кәдімгідей математика сияқты. Сосын қағысты білесіз жарсыздар, иә? Төмен жоғары, төмен жоғары. Болмаса астына үстіне деп айтатын шығармын. Оған мән бермеңіздер. Ең басты астына үстіне деп айтсам, бұл төмен жоғары деген мағынаны білдіреді. Ал енді сабағымызды бастайық. Қараңыздар. 1-ші перне міне. Астын ұстап тұрасыздар да, бастағанда бірден үстіңгі шекті басасыздар міне. Желтоқсан 1-де деген сөз бірден басталады ғой. Сол мынадан басталады міне. Үстіңгі шегін 2 рет шертесіз міне. Сосын 2, 1 ойнады. Сосын асты 2, үсті 4, мынандай қағыс жасайсыздар. Байқадыңыздар қандай қағыстар? Яғни бір төмен астына кетті, сосын алма-кезек ойналды. Астына үстіне, астына үстіне, астына үстіне. Сонда қосқанда асты 2, үсті 4 ұстадым. Домбыра кішкене сапасын нашар, оған айып етпеңіздер. Алла жазса, болашақта болады жақсы домбыра. Сіздерге мен күй ойнап жатқан жоқпын ғой. Жай ғана видеоролик жасап отырмын. Сондықтан да бұған жарайды деп ойлаймын осындай домбыра. Қараңыздар. Тағы да көрсетемін міне. Міне. Үсті төмен 2 рет, сосын 2, 1, сосын асты 2, үсті 4. Кейін асты 4, үсті 6 ұстайсыздар. Мынау саусақтың ұстаңыздар міндетті түрде. Өйткені қалған саусақ керек болады қазір. Мынандай қағыс жасайсыздар. Сосын осы қағыс жасағаннан кейін асты 2, үсті 4-ке барады. Төмен қағылады. Қосасыздар бірге бірден. Қараңыздар. Сосын асты 1, үсті 3. Бұлай ұстаңыздар, болмаса бұлай ұстаңыздар, қалай ыңғайлы. Дәл бағанағы қағыс. Қосқанда бұлай болады. Болмаса маған 2 қағыс жіберуге болады. Мен оңай ретінде 1 қағыспен көрсетіп отырмын. 2 қағыс жасаңыздар, онда бұлай болады. Көрдіңіз ба? Төмен жоғары. Бірден сол 2 қағыспен үйренейікші. Сол оңай болады. Осы әуен осы жер 2 рет ойналады. Бұл деген сөз желтоқсан 1-де ел тосқан түрде келеді мүлде деген сөз. Ел тосқан түрде келеді мүлде деген 2 сөзге арналған жер. Ел тосқан түрде келеді мүлде. Ойнадық. Одан кейін жайдарлы деген жер керге. Бұл былай болады. 1, 3. Мынандай қағыс.
Сосын ашастыр, екі ішек ташылады, астына үстіне болады қағыс. Ашастыр, жапқаннан кейін бір үш қайырдан келесіздер, оған да екі қағыс жасалады. Сонда болады. Тағы көрсетем ақырын. Сосын асты 2, үсті 4. Қағыс сол, Кейін сол жылы бірақ деген сөз. Жер, сол жылы бірақ деген жер. Бұл асты 7, үсті 9 болады міне. Міндетті түрде қай саусақпен көрсетіп жатырмын, сол саусақпен ұстаңыздар. Өйткені қалған саусақ керек болады қазір. Мынандай қағыс, міне. Яғни мынаған келесіздер, 6, 7. Бұған төмен қағыстар. Сосын 4-ке барамыз, үсті 6 болады. Бұлай болады қағыс. Онда біз қосып көргенде мен бағана мынаған бір қағыс жасадым, бұған да жаңа әдеттегідей екі қағыс жасасаңыз болады. Негізі екі қағыс жасаған әдемі екен, жасайсыздар, сосын астына төмен жоғары. Кейін осы ойнағаннан кейін сол жылы бірақ дегеннен кейін әдеттен жырақ деген жер керек бізге. Бұл 6, үсті 7. Бұлай болады. Ол қалай? Қараңыздар. Бұлай болады міне. Асты 6, үсті 7. Астына 2 рет. Сосын үстіне қаққан кезде асты 7, үсті 9 болады. Сонда қосу керек. Көрдіңіз, қалай қағыс кетті? Қай саусақтар кетті? Осы 9-ға барғаннан кейін қайрадан 6 мен 7 2 рет қағылады. Қосқанда бұлай болады. Сосын 4, 6, үсті 6 болады. То же самое астына үстіне болады. Сосын 2, 4. Өзіміздің стандартный қағысымыз, Көңілде мұңақ із қалды деген сөз, Кейін бұлай болады, асты 4, үсті 6. Бұлай қағыс жасайсыздар міне. Сосын осы қағыс жасалғаннан кейін асты 2, үсті 4. Төмен жоғары болады. Қосқанда сосын асты 1, үсті 3 болады. Қосқанда сосын із қалды деген сөз ғой. Асты 2, үсті 4. Андай қағыз, қараңыздар, мұқият. 4, 6. Астына үстіне. Сосын бір қағыз астына 2 мен 4. Одан кейін 4 пен 6 үстіне кетеді. Сосын 6 мен 7 мынандай қағыз. Бұлай болады. Барлығын қосқанда міне бұлай болады. Көрдіңіз бе? Тағы да. Әрі қарай қайырмасы кетеді. Осымен бейнеролик жеткілікті деп ойлаймын, өйткені көп созылып кетеді. Басын түсінбей қалуы мүмкін. Бірінші сабақты осы көбілетін арнайтын боламыз, сосын екінші бейнеролик шығарамыз. Бұл бейнеролик неге арналған болады? Екі қайырмасына арналған болады. Қараңыздар, енді неге мен екі дауысқа жазып жатырмын? Өйткені әрбір әуеннің өзінің тоникасы болады, өзінің гармониясы, өзінің дұрыс аккорды бар. Кез келген әнді қалай болсын олай ойнауға да дұрыс емес. Ең бастысы мен ойнап бере аламын, ең бастысы әуенін білем, міне көрсетіп жатырмын деген дұрыс емес. Әрбір әуеннің өзінің определенный аккорды бар, тоникасы бар. Сондықтан бірден сіздер
осы желтоқсан желін үйренем десеңіздер, бірден дұрыс аккордпен үйренген жақсы. Ертең кейбір отырыстарда осы желтоқсан желін әнін орындағыңыз келсе, онда бірден сіздің әдемі әуенмен, әдемі гармоникасымен айтатын, орындайтын боласыз. Сондықтан да, достар, каналыма тіркеліп қойыңыздар, колокольчик міндетті түрде басыңыздар. Үстінде тұрады все уведомления деген. Соны басамыз, өйткені жаңа бейнеролик шықса, сізге көрініп тұрады. Бейнеролик шықты деген сияқты. Новое видео деп. Соны басып қойыңыздар, сосын менің жаңа бейнеролик күтіңіздер. Алла жатса, осы желтоқсан желінің екінші сабағын келесі жолы көретін боласыздар. Осы бейнероликті көріп дұрыстап үйреніп алыңыздар куплетін. Қазір басынан бастап тағы бір рет, соңғы рет көрсетейін сіздерге. Басынан бастап шумағын. Сосын келесі сабақта қайырмасын үйренетін боламыз. Ал қане, тағы бір рет бекітіп алайық барлығымыз бірге. Қараңыздар ма? Болды? Келесі бейнероликте барлығымыз аманшылықпен кездесейік. Ассаламу алейкум.